Ағзаның аса қатты суып кетуі – гипотермия. Дененің қалыпты температурасы 35 градус және одан да төмен шамаға азаятын адамның жалпы күйі. Суық ауа температурасының әсер етуі, нақтырақ айтсақ, адамның суық жерде қажетінше жылы киінбеуі ағзаның аса қатты суып кетуіне негізгі себеп. Ағзаның суып кетуі оның көптеген жүйелері мен органдарының қалыпты қызметінің қысымға түсуімен сипатталады. Осылайша, дене температурасының төмендеуі кезінде ағзада зат алмасу процесі, қан айналымы және жүрек соғысы баяулап, тіндерге оттек жетіспеушілігі туындайды. Егер ағзаның жылу жоғалту үрдісін тоқтатпаса, адам тіпті белгілі бір уақыттан кейін бақилық болып кетуі мүмкін. Термометр бағаны төмендеген сайын суықтың әсері күшейіп, одан төнген қауіп арта түседі. Осыған байланысты ағзаның суып кетуінен туындайтын аурулардың түрі пайда болады. Мұндай аязды күндері мұрын арқылы демалуға кеңес берер едім. Тыныс алып, баяу дем шығару керек. Өйткені мұрынның шырышты қабығындағы түктер мұрын жолын жылы ұстауға мүмкіндік береді. Сол арқылы төменгі тыныс алу жолдарына таза, жылы ауа енеді. Сонымен қатар сырттағы шаң-тозаң сол түтіктерден өте алмайды. Егер ауыз арқылы демалатын болсақ, онда әрине суық ауа бірден ауыз қуысына енеді. Әрі қарай тамаққа, бадамшаларға түсіп, ларингит, ангина сияқты қабыну процестері жүре бастайды. Бара-бара асқынып, одан да қиын жағдайға душар болуыңыз мүмкін. Қыстың қытымыр аязына қарамастан, бас киімсіз жүретін адамдарды жиі көреміз. Бәлкім шаштың сәнін бүлдіріп алмаудың амалы болар. Бірақ суық күн райында қалпақсыз жүрген адам шаштан бұрын денсаулығына тұтастай орасан зиян тигізеді. Сақылдаған сары аяздан шаш өзінің күш қуатын жоғалтып, әлсіз әрі сынғыш болады. Алайда суықтың шашқа тигізер зардабынан гөрі адам ағзасына әсері әлде қайда қауіпті. Қарапайым суық тиеуден бастап, ми қабығының қабынуы сияқты ауыр дерттің пайда болуы әбден мүмкін. Адам ағзасына әсер етер температура деңгейі нормадан тыс төмендеген кезде қан тамырлары тарыла бастайды. Яғни қан айналымының жұмысы бұзылады және сол маңда жасушалар өле бастайды. Әсіресе бас киімсіз жүрсеңіз, не шашыңыз ылғал болса, онда бұл үрдіс жылдамдай түседі. Бұл өз кезегінде ми қабығының қабынуы, яғни менингит сынды қауіпті ауруларға алып келуі мүмкін. Бұл аса қауіпті кесел. Кейбір жағдайларда адамдар ауруынан айыға алмай қайтыс болып жатады. Суықтың ұзақ уақыт бойғы әсері иммунитеттің әлсіреуіне алып келеді. Ал иммундық реакция мен жүрек қан тамырлары жүйесіндегі ақаулар түрлі қауіпті аурулардың туындауына әсер етуі мүмкін. Ағзаның аса қатты суып кетуінен көбіне көп кішкентай балалар мен егде жас өкілдері, аса жүдеу немесе қозғалысы аз адамдар жапа шегеді. Егер нақты емделушілер тобы туралы жіктеп айтар болсақ, алкоголь немесе есірткінің әсерінен масаң адамдар, мұз құрсауында қалып қойған балықшылар, сондай-ақ жеңіл киіммен алыс сапарға аттанған адамдарды айрықша атап өту керек. Медицина мамандары ағзаның суып кетуінен көз жұмған әрбір үшінші адамның алкогольді масаң күйде болғанын айтады. Алғашқы көмектердің бірі науқасты суықтан қорғау немесе жылы орынға ауыстыру. Жылы жерге әкелген соң температураның жоғары болуына барынша күш салу. Көбіне көп саусақтардың, құлақ пен мұрынның ұшы үсікке шалынады. Арнайы термоизоляциялық таңғыштар қолдану керек. Көбіне ол мақта дәке таңғыштары. Дәкемен бір ораған соң үстіне мақта қою керек. Оған қоса жылы сусын, жылы тағам, тамыр кеңіткіш дәрілерді қабылдаған жөн. Яғни бұл тіпті аспирин болуы да мүмкін. Осындай тамыр кеңейтетін дәрі-дәрмектер қажет. Ал алкогольді сусындар ішуге мүлдем болмайды. Өйткені алкоголь тамырда керісінше тарылтады. Осылайша денеден көп жылу шығады. Яғни ағзадағы жылу қоры таусылады. Онсыз да жылу жоқ ағзаның жағдайын алкоголь одан әрі қиындата түседі. Мұндай ауа райында сән салтанат қуып, капроншылықпен жүру ақмақтық дер едім. Ондай бассыздыққа барудың қажеті жоқ.
Себебі аяғыңызбен қоса бүкіл кіші жамбас органдарына салқын тегізіп, тіпті аса суып кету қаупі төнуі мүмкін. Бұл әсіресе қыз-келіншектер үшін аса зиян. Себебі жатыр түтігі, жатыр қосалқыларының, аналық бездің қабынуы сынды дерттер пайда болуы мүмкін. Зәр шығару жолдарының цистит, пиелонефрит секілді аурулары, қуықтың, зәр шығару арнасының қабынуы туындайды. Адамның аязды күндері қажетінше қалың киінбеуі гипотермияға себеп болатын, немесе ағзаның аса қатты суып кетуіне ықпал ететін фактор ретінде анықталған. Бұл ретте жылуды жақсы сақтайтын материалдарға жүн, мақта мен жануар терісі жатады. Ал синтетикалық алмастырушылар денені суықтан қорғай алмайды, керісінше суық тиюге ықпал етеді. Оған қоса тар немесе табаны жұқа аяқ киім аяқтың қатты суып кетуіне жиі себеп болады. Аса қатты суып кетудің басқа да себептері бар. Суықта дененің ұзақ уақыт бойы қозғалмауы, зорығу мен шаршау, аштық және диета, яғни тағам құрамындағы майлар, көмірсулар немесе дәрумендердің жеткіліксіздігі, жүйке жүйесіне үздіксіз күш түсіру. Ауыр жағдайда көрсетілетін алғашқы көмек аса сауатты жасалуы тиіс. Өйткені зардап шегушілердің көпшілігінде жылытқаннан кейін барлық капиллярлар бірден кеңейіп, адам бойындағы қан орталықтан периферияға қарай құйылады. Ал қан қысымы ең төменгі деңгейге дейін жетеді. Миға қан бармай қалады. Сол себепті адамның ажал құшу мүмкіндігі жоғарылайды. Аса қатты суып кету кезінде қармен үйкелемеңіз. Тек қолмен баяу қалауға болады. Ыстық немесе жылы сұйықтықты ес-түссіз жатқан адамның аузына құюға болмайды. Дене температурасы 31 градустан төмен адамға жылы сұйықтық бермеңіз. Қатып қалған буындарды бірден жазып созуға болмайды. Үсік шалған адамды ыстық сумен толтырылған ваннаға жатқызбаңыз. Айта кетер жайт, суық күндері адамның үсікке шалыну ықтималдығы арта түседі. Айтпақшы, тек қыстың қытымыр аязында ғана емес, ерте көктем немесе күздің соңғы күндерінде, яғни ауа температурасы 0-ден жоғары болған кезде де үсікке шалыну қаупі сейілмейтінін естен шығармаңыз. Денеге әлде бір зақым келіп, оның салдары ауыр болған жағдайда үсік шалу 4 дәрежеде білінеді. Бірінші дәрежелі үсік кезінде терінің бірінші қабаты зақымданады. Тері қызаруы мүмкін және әрі қарай суықтың әсері тоқтамаса, теріде торсықтар пайда болады. Құдды бір күйік шалған секілді. Суықтан төнген қауіп тыйылмаса, яғни теріге келген зақым әрі қарай жұмсақ тінге, сүйекке дейін тереңдей түссе, гипоксияның бұзылуы тіндердің толықтай жансыздануына және бармақтан айырылуға дейін, яғни некрозға алып келуі мүмкін. Бірнеше сағаттан астам уақыт бойы суықта қалып қойған дене тіндерінің өміршеңдігі жоғалатын жағдайлар кездеседі. Мұндайда ампутациядан басқа еш амал жоқ. Дәрігерлердің пікірінше, аязды күндері алкогольді сусындармен қоса кофені де жиі тұтынудың пайдасынан зияны көп. Олар денені жылытқандай әсер бергенімен қан тамырларын тарылтады. Темекі шегудің де залалы мол. Сондай-ақ күн суық кезде ашқұрсақ жүруге мүлде болмайды. Суға түсіп жуынған соң сыртқа шықпаған жөн. Егер далада жүріп денеңіздің тоңғанын сезсеңіз, жылы жерге кіріп, міндетті түрде жылынып алыңыз. Біздің бағдарлама арқылы міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесін енгізуге байланысты сұрақтарға жауап таба аласыз. Егер мен соңғы 3 жыл ішінде медициналық көмекке жүгінбесем, салымдар сомасы жинала бере ме? Және оларды басқа мақсатта пайдалануға бола ма? Жоқ, медициналық сақтандыру жүйесіне жүктелген міндеттеме ортақ. Қатысушылардың дербестендірілген есебін және қажет болған жағдайда жүйе қатысушылары арасында қаражатты қайта бөлу қарастырылған.